Күні кеше президенттен сын естіген премьер-министр Әлихан Смайылов бүгін қарамағындағыларға шешім қабылдай алмасаңыздар, орындарыңызды босатыңыздар деген талап қойды. Ал мәжілісмендер үнемі ұйықтап жүретін министрлер кабинетін мүлде таратып жіберу керек деген пікір айтты. Министрлер қызметінен кетуге дайын ба? Лауазымды тұлғалармен Ая Мүтәлі тілдесіп келді. Президенттен сын естіген үкіметтің толық құрамы 2 күн өтпей қайта жиналды. Әлихан Смайылов министрлерге сөз бермес бұрын мемлекет басшысының сауалына жауап берді. Алайда премьер-министрдің өзі жаңа жылда үкіметтің қай құрамымен жұмыс істейтінін шешпеген секілді. Өзім қызметте қаламын, қолымнан келмейді дейтіндерің болса, өз еріктеріңмен кетіңдер деп бар жауапкершілікті қол астындағыларға тапсырды. Талап өте жоғары. Ал қолымнан келмейді, шешім қабылдай алмаймын деген әріптестеріміз қазірден орын босату керек. Орындарыңызға басқа адамдар келеді. Президенттен бір, премьерден 2 рет сын естіген министрлер жылы орындарын босатуға дайын емес. Мәселен, жылу электр орталықтарындағы апатқа байланысты. Президенттен бұл жолы көбірек сөз естіген энергетика министрі өзім отставкаға кетпеймін, мұны президент өзі шешеді деп жауап берді. Сіз өзіңіз жұмысыңызды жалғастырасыз ба? Жұмысымды жалғастырамын. Қажеттілік бар болса, тапсырма болса, осындай енді отставка кету үшін осындай шешім бар болатын болса, әрине барамыз біз енді. Өзіңізді батыл шешім қабылдай алатын министрлер қатарына жатқызасыз? Енді оны батыл деп не айтуға болады? Енді жұмысты біреу атқару керек қой. Мен шешпеймін ғой, оны басшылар шешеді. Мен өз талпынам, бүкіл күшімді салам. Мен өзіме тиесілі жұмысымды жасап жатырмын. Егер мемлекет басшысы ондай сұрақ алдыма сондай шешім қабылданатын болса, қабылдаймын. Ал мәжіліс депутаттары министрлерге өзін көрсету үшін 1 жыл уақыт жетеді. Биыл міндетін дұрыс атқармағандарды еш ойланбастан қызметтен босату керек деп отыр. Мысалы энергетика министрлігі. Қыстың күні құрауда бір қаланың, яғни бірнеше қаланың, бір қала емес, бір топ үйлерінің қатып қалуы бұл үлкен катастрофа. Сол болып жатқан Екібастұзға да барған жоқ. Екінші ауыл шаруашылық министрлігі. Бұл жерде де көптеген ақсап жатқан мәселелер бар. Мен бұл үкіметті білмеймін қалай бағалау болады. Мысалы үшін көктемге мынау Түркістан облысында көктем ерте түседі. Қазір барсаңыздар, азаматтар уже полиларында жұмыс істеп дайындық жасап жатыр көктемге. Үкімет әлі ұйықтап отыр. Өткенде ғана президенттен әбден сөз естіген үкімет басшысы Әлихан Смайылов енді министрлердің әр қадамын өзім бақылап отырамын, бағдарламалардың іске асуын өзім қадағалаймын деді. Жұмысты уақытында аяқтамай, сапасыз атқаратын болсаңдар, дереу қызметтен кетуге дайын болыңдар деп қол астындағыларға қатаң ескерту жасап, бүгінгі отырысты қорытындылады. Ая Мүтәлі, Нұрсұлтан Сәулет, Айбат жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.